Баршаңызға сәлем достар. Көз ауруларынан сақтайтын 10 тағаммен таныс болыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сәбіз. Бұл көкөністің құрамында жанарыңыздың саулығын сақтайтын А, С, В, Д, Е дәрумендері, бета-каротин антиоксиданты, калий, кальций, фосфор, темір секілді пайдалы элементтер бар. Мәселен, бета-каротин жасы ұлғайғандардың жанарына керемет көмектеседі. Сонымен қатар, сәбіз шырынының көз ауруларының алдын алатын керемет қасиеті бар. Бұл шырын А дәруменіне өте бай. Сонымен қатар, асқазанда да оңай қорытылады. Пияз бен сарымсақ. Бұл екі көкөніс күкірт элементінің қайнар көзі болып табылады. Ал күкірт көздің көргіштігін жақсартады. Көзге ең пайдалы тағамдардың бірі жұмыртқа. Оның құрамында күкірт, лютеин және амин қышқылы бар. Бұл заттар көзді су қараңғылықтан сақтап, жанарыңызды құрғаудан қорғайды. Қызылша көздің жанарын жасартып, ағзадағы қанды тазалайды. 2 ас қасық қызылша шырынын сәбіз бен ақжелкен шырынына араластырып ішсеңіз, көздің көруін ғана жақсартып қоймайды, сонымен бірге ағзаны қуаттандырады. Көздің көруін жақсартуға қара жидектің де ықпалы зор. Сондықтан да жаз мезгілінде мейлінше қара жидек жеуге кеңес береміз. Сонымен қатар, қара жидек антиоксидантқа өте бай. Оның құрамынан түрлі қышқылды микроэлементтер мен А, С, В дәрумендерін алуға болады. Қара шоколадтың құрамында көздің қан тамырларын сақтайтын флавоноид бар. Ол көз ауруларынан қорғап, көздің қабығын сақтайды. Көз ауруларынан зардап шегіп жүргендерге балықтың майын қолдануға кеңес береміз. Өйткені олардың құрамында лютеин мен зеакцетин көз ауруларының алдын алады. Мен қоса, балық өз кезегінде көз үшін өте пайдалы тағам қатарына жатады. Өзіңіздің және отбасыңыздың денсаулығы үшін балық жеуге кеңес береміз. Жемістер, әсіресе киви, апельсин, өрікті күнде жеу керек. Ал С дәруменіне бай лимон, мандарин секілді жемістерді де үзбей жеуге кеңес береміз. Бұл жемістер көздің тамырларын сақтап, көруін жақсартады. Сонымен бірге түрлі аурулардан қорғайды. С дәруменіне бай итмұрынның да көз жанарына тигізер көмегі орасан. Егер итмұрынды күнде тұрақты түрде жеп отырсаңыз, көздің қан тамырлары жасарады. Ал долана алыстан көре алмайтындарға өте пайдалы. Оның құрамындағы каротин мен аскорбин қышқылы көздің көруін жақсартады. Достар, сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын. Мені қолдап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.